сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Қалдарың қалай? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Көңіл күйлерің жақсы ма? Жақсы. Тамаша. Ендеше бүгін біз сендермен Қазақстан тарихы пәні бойынша сабағымызды бастайық. Мен сабағымызды бастамас бұрын сабағымыздың бүгінгі тарих сабағының менің ассистентім болатын Маралды ортаға шақырдым. Жақсы. Марал өзінің бүгінгі сабақ аясындағы міндетімен таныстырып өтеді. Қалай сыныптастарым, бүгін біз өткен тақырыптарға шолу жасау үшін таза тақта әдісін қолданатын боламыз. Ол үшін тақтада көрсетілген суреттер мен сұрақтарға назар аударып, ортаға келулеріне болады. Кәнекей балалар, белсендірек қатысамыз. Өткен сабақ бойынша. Мен өзіме ерекше түсіп тұрған таңбалы тас ол Қатырақ сыныпқа бар. таңбалы тас ол қазақ тайпалары мен ру-тайпаларының ішіндегі таңбалардың бейнеленген және бұл Жетісу өңірінде орналасқан. Тамаша. Әлемнің ЮНЕСКО кеңесіне енген ескерткіштерге. Жақсы, келесі белсендірек балалар. Бірлен келе ортаға келсек. Жылдам. Жалпы қазақ халқында 3 тайпадан тұрған. Ол яғни олардың ішінде ұлы жүз, кіші жүз және орта жүз. Ал ұлы жүз тайпаларының ішінен Жалайыр, Дулат, Албан, Суан және де Шапрашты және тағы да басқа рулар кірген. Өте тамаша. Келесі тақтаға Сұлтан келеді. Сұлтан. Тарихи Рашиди кітабы біздің Мұхаммед Тайбати Дулатидің еңбегі болып табылады. Бұл кітапта қазақ хандығының құрылуы мен барлық басқа да маңызды мәліметтер барлығы жазылған. Тарихи Рашиди кітабы біздің қолымызда тұрған алтын қазынамыз. Яғни Тарихи Рашиди еңбегі қазақ хандығы туралы мәлімет беретін ең құнды еңбек. Рахмет, Сұлтан. Келесі белсендірек. Бұл суретте Шоқан Уәлиханов бейнеленген. Шоқан Уәлихановтың жүздер бойынша жүздер туралы бір пікірі қазақтардың кезінде жүздердің не үшін құрылған себебі. Кезінде қазақтар көші-қонып жүрген кездері өздерінің құқықтарын қорғау үшін олар одақ құрған болатын. Ал одақтың аты қазақ жүздері деп аталған екен. Яғни қазақ жүзге бөлінбеген қазақ жүзден тұрған деп қолында жоқ, ал қолда ұстап тұрмаймыз қалауымыз. Келесі Мен жауап беруім ол кіші жүз туралы. Жалпы кіші жүз үш ру-тайпалық бірлестіктен тұрған болатын. Олардың құрамында Алимұлы, Байұлы және де 7 ру. 7 рудан құралған. Ал балалар ескертейікші, кіші жүз қай территория мекендеген? Қазақстанның батыс өңіріне. Алматы қалай бір билет болса? Яғни әр дұрыс жауапқа бізде Марал қазақтың туын тағып көреді. Қазақ сөзі қай дәуірде пайда болды? Қазақ сөзі көне түрік дәуірінде пайда болған. Соңғы. Келесі Сымбат. Қазақ хандығының құрылуының Қазақстан Республикасы тарихында алар орын алған. Алар орны ерекше себебі Керей мен Жәнібек қазақ хандығын жетісу жерінде құрған. Қазақстан Республикасының негізі қазақ хандығы болып табылады. Қазақ хандығының құрылуы біз үшін өте маңызды екеніне жақсы. Сыныптастарым, бүгінгі тақта әдісі арқылы біз өткен тақырыпты жақсы түсінгендеріңізді көрдік. Сіздерге қатысқандарыңызға көп рахмет. Жақсы. Рахмет. Марал, сіз үшін еңбегіңіз үшін көп рахмет. Жақсы балалар. Ендеше назар аударайық. Біздің өткен тақырыпты
қайталап алдық. Өткен тақырып бойынша Марал бізге тамаша таза тақта әдісі арқылы мүмкіндік берді қайталауға. Енді экранға назар аударайық. Суреттердің біз бүгінгі қарастыратын тақырыппен қандай байланысы болуы мүмкін? Суреттерден кімдерді көріп тұрмыз? Айта ғой. Суреттерде біз қазақ хандарын көріп тұрмыз. Қазақ хандарын көріп тұрмыз. Батырларын және де билерді. Жақсы. Енді қазақтың жаңағы қай ханын танып тұрсыңдар олар? Суретін. Абылай хан, Керей және Абылай Тәуке хан. Абылай ханды, Тәуке ханды танып тұрмыз, Енді бұл суреттердің біздің тақырыппен қандай байланысы? Не туралы айтуымыз мүмкін? Бүгінгі біздің сабағымызда. Аружан? Барлық көріп тұрғанымыздай, суретте қазақ қоғамындағы үлкен ұлы тұлғалар бейнеленген. Олардың лауазымдары әртүрлі. Бұған қарайтын болсақ, менің ойымша, біз бүгінгі тақырыпта әлеуметтік құрылымды қарастыратын боламыз. Әлеуметтік құрылым, қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымын қарастыратын боламыз. Жақсы, сіздердің болжам жауаптарыңызды тыңдадық. Ендеше бүгін біздің сіздермен қарастыратын тақырыбымыз дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік жіктелуінің ерекшеліктері деп аталады екен. Бүгінгі біздің сабағымызға арқау болатын зерттеу сұрағы ол неліктен қазақ қоғамында әлеуметтік стратификация болды дейді. Сабақтың тақырыбын дәптеріңізге жазып алайық. Сабақтың тақырыбын дәптеріңізге жазып алайық. Жақсы. Ендеше балалар қараңыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамының әлеуметтік ерекшеліктері деген тақырып бойынша біз қандай мақсат қоюымызға болады? Кімдер туралы, не туралы бүгінгі сабақта біз айтуымыз мүмкін? Бірлен, қалай ойлайсыз? Менің ойымша, біз осы сабақта қазақ қоғамындағы әлеуметтік топтар жайлы мәлімет береміз деп ойлаймын. Әлеуметтік топтар жайлы мәлімет береміз деп ойлайды екен. Тамаша. Және кім айтады? Сұлтан. Қалай ойлайсыз? Не туралы айтуымыз мүмкін? Қандай ойды қозғауымыз мүмкін? Менің ойымша қазақ қоғамындағы билердің қазақ хандығындағы әлеуметтік ортаға қосқан үлестерді туралы айтуымыз мүмкін, Жақсы. Енді ары қарай кеттік. Сіздердің айтқан ой пікірлеріңізден қарастыра келе, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты қазақтардың әлеуметтік жіктелуіне ерекшеліктерді анықтау үшін ақсүйек, қарасүйек хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдалануды үйренеміз. Одан кейін дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлін түсіндіреді екенбіз. Сабақтың мақсатына келетін болсақ балалар, қазақтардың әлеуметтік жіктелуіне тән ерекшеліктерді анықтау үшін ақсүйек, қарасүйек, хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдаланасыздар. Одан кейін дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттардың функционалдық рөлін түсіндіресіздер және қазақ хандығындағы әлеуметтік институттар қызметінің маңызын талдайтын боламыз. Зерттеу сұрағымыз. Кәнекей, Айкүн, зерттеу сұрағын оқып жіберіңіз. Неліктен қазақ қоғамында әлеуметтік стратификация болды? Себебі, енді біз осы зерттеу сұрағына сіздердің болжам жауаптарыңызды тыңдап көрейік. Ал, Марал, қалай ойлайсыз? Менің ойымша, ол кезде басқару жүйесіндегі әр тұлғаның өзіндік бір лауазымы, өзіндік бір рөлі болды. Жақсы, Бірлен. Менің ойымша, осы қазақ қоғамында әлеуметтік жіктелулердің болу себебіне байланысты, әлеуметтік топтардың атқаратын қызметіне байланысты жіктелді деп ойлаймын. Қызметі, жақсы. Қазақ қоғамында халықтардың әлеуметтік теңсіздіктерінің нәтижесінде жаңағы әлеуметтік стратификация болды. Әлеуметтік теңсіздік, Ал енді сол әлеуметтік теңсіздік неден шығады балалар? Әлеуметтік теңсіздік неден шығады? Бай мен кедей таптар. Ал бай мен кедей болып бөліну неден пайда болады? Мүлік
болады екен. Жақсы. Енді балалар, біз сіздермен бұл тақырыпты бейне жазба берілген болатын тақырып аясында сіздерге оқулықтан мәтін оқып келу берілген болатын. Яғни алдын ала оқулықпен, тақырыппен танысу тапсырмасы берілген болады. Енді бейне жазбаны бәріміз көрдік па? Бәріміз қарап шықтық. Енді сол бейне жазба бойынша, қазір біз бейне жазбаны бір ғана есіңізге түсіріп өтейік. Тыңдаңыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінді. Ақсүйектерге Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Қарап келдік қой, қайта қарау керек па? Жоқ, бәрі түсінікті. Жақсы, енді тапсырмаға көшейік. Біздің бүгін сіздермен қазір бірінші тапсырмамыз жұппен орындаймыз. Жұппен жұмыс жасау арқылы оқушылар, балалар бейне жазбадан алынған мәліметтер негізінде ақсүйек, қожалар, хандар, сұлтан, би, батырларды олардың ерекшеліктеріне қарай сәйкестендіру тапсырмасын орындайды екенбіз. Тапсырма орындау ұзақтығы 2 минут. Ал бастаймыз. Жұппен орындаймыз, бірлесе орындаймыз. Жұппен бірлесе. Тапсырма орындап қойған жоқ, қолдарын көтеріп отыруға болады. Жылдамдыққа орындаймыз балалар. Болдық па? Уақыт болды, балалар. Ал енді әлеуметтік топтардың өзіндік ерекшеліктерін біз қазір естедік, салыстырып өттік. Ендеше осы тапсырманы орындау арқылы балалар, біз бүгінгі сабағымызға арқау болған мақсатымызға назар аударайық. Қазақтардың әлеуметтік жіктелуін тән ерекшеліктерді анықтау үшін ақсүйек, қожа, хан, сұлтан, би, батыр ұғымдарын пайдаланамыз. Яғни оны пайдаланып ерекшеліктерін анықтау үшін біз бейне жазбаны қарап шыққан болатынбыз. Жақсы. Ендеше бағалау жұптар арасында орын алады. Яғни алдыңғы жұп артқы жұпқа тапсырмасын алмастырамыз. Тақтаны назар аударыңыздар. Тез бағасын қойып шығамыз. Балдардың, яғни назарларыңызда 6 және 5 жауап дұрыс болса 2 балл береміз. Яғни жұмыстарына 2 жалаушаны қоямыз. 2 балл деп қойыңыздар. Марал, сізді көмекке шақырамын. Тез ғана балларын айтамыз. 4-3 жауап дұрыс болса 1 балл, яғни 1 жалауша. Келесі топ жұптарға тараған. Сразу балдарын қойып, артқа қарай беріңіздер. Алмастырамыз. Қанша жауап дұрыс? 1 балл. 1, яғни 4-3 жауап болса 1 балл, 2 және 0 жауап болса, онда біз балл ала алмаймыз. Жақсы, рахмет. Балалар, біз жіберген қателіктерімізді көрдік па?
жалпы бейнежазбада алынған мәліметтерге сәйкес бұл тапсырманы орындап шықты. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Яғни бірлескен жұмыс қашанда жақсы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Қазақта сөз бар ғой балалар, жалғыздың аты шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Сондықтан қазір бірлескен жұмыс негізінде бүгінгі тақырып бойынша біз хандар тобы, билер тобы және батырлар тобы үшке бөлінеміз. Ол үшін әр топтан бір оқушыны ортаға шақырамын. Келіңдер. Әр топтан бір оқушы. Айтың, келе ғой. Қандай? Батырлар. Батырлар тобы. Билер тобы және хандар тобы. Батырлар тобы шықты, билер тобы және хандар тобы. Арнайы стикерлер арқылы біз топқа бөлініп алдық. Енді қараңыздар, қандай тапсырма орындайсыздар? Балалар, назар аударыңыз алдымен. Хандар тобы, билер тобы, батырлар тобы барлықтарыңызға ортақ пікіріміз формуласы арқылы мынандай позиция берілген. Қазақ қоғамын дамытуда хандар әлеуметтік институтының маңызы ерекше, яғни я жоқ деген позицияны хандар тобы өз жұмысын бастайды. Билер тобы тура солай қазақ қоғамын дамытудағы билердің рөлі ерекше екендігін дәлелдейді. Және батырлар тобы өз қазақ қоғамында батырлардың рөлі ерекше екендігіне дәлел келтіреді. Тапсырма түсінікті ме? Біз бұл тапсырманы бағалау барысында балалар неге назар аударамыз? Мәтіндегі негізгі идеяны анықтауларыңыз керек. Мәтін оқулықта берілген. Қазақ қоғамындағы әлеуметтік институттарда қызметінің рөлін түсіндіреміз және олардың тарихи маңызын талдаймыз. Ал жұмыс уақыты 3 минут. Кірісеміз. Балалар бүгінгі қоғаммен де байланысты.